Рамазан мырза, қоғамда болып жатқан келеңсіз оқиғалар жайлы не ойлайсыз? Айтарыңыз бар ма? Айтайын мен ақиқатты, құлақ болса тыңдайтын. Қазақпыз ғой, қайтпас елмес, сүрінсек те сынбайтын. Қайт оралдым, дайын болсаң тыңда менің мұңымды. Кезек келді, қазақпыз ғой, жырын қайта жырлайтын. Бес сәбидің жанын алған билік бізге не керек? Көк аспанға ұшып кетті, қанаты жоқ көбелек. Сендер айтып жүрсіңдер ғой, бізде бәрі керемет. Оттапсыңдар сендер жақтан көмек пәтер керек еді. Бес сәбидің бота жасы жай қалдырмас бәріңді. Күл болып ұшқан бала жүрек ата-анасын сағынды. Шенеуніктер бұл өлімге шырылдаудың орнына уайымдайды, тартып алса не істеймін деп тағымды. Абыройдан айырылды Әбілқасым Мадина. Ойлайтыны қазақ емес, заңмен түскен қағида. Бес әріпті әрең қосып сөйлей алмай қазақша. Айтыңдаршы министрлер, ана тілін тани ма? Бір уақытта үміт үздік сырғанаушы Денистен. Өкінеміз, үндемейміз, жылап алып тегіштен. Көк аспанда ғайып болды Денис деген періште. Сол өлгенше не көрмейді шенеуліктер жемішкен. Бұл қайналды қазағымның ашық тұрған аспаны. Кім көрінген тартып алды бағымызды бастағы. Қазақ елін тонауды сол Храпуновтар бастады. Ұшақпенен алып кетті миллиардтай ақшаны. Оя қазақ, жетер енді жығылғаның. оя қазақ, Жетер енді қырылғаның. оя қазақ, Бөтендерге бұрылмағын. Оян деймін. Тізе бүкпей шырылдасын шығын жаның. Қазағымның зарын айтқан Заманбекте атылды. Одан кейін атып кетті Алтынбектей батырды. Баспанасыз қалдырдық па Шахановтай ақынды. Абайсызда өліп қалсам ұмытпаңдар атымды. Уақыт санап көбеюде қоғамдағы қотырлар. Шенеуніктер байқамайды, білмейді ғой соқырлар. Басқа тышты киіп алып сәукелемен шапанды. Қайдасыңдар кеуде соғып қазақ деген батырлар. Қордай жақта аударылды автобустар ай санап. Талай қазақ өліп жатса жүрек қалай жай табады. Бұл жағдайға кінәлі тек барлық сынды базарлар. Айтпасам да көрініп тұр, айтпасам да байқалар. Шығарыңдар автобусты, тыға бермей барлыққа. Адам өлді, жетпейді ме тиын үшін тарлық бар. Вокзалдарға көшіріңдер автобустың барлығын. Шын айтамын, қарсы келме біріктірген жарлыққа. Әліппенің көзін қотты Сағадиев Ерланның. Осылайша министрлер ойлап жүр ғой ел қамын. Депутаттар айға қарап жұлдыз санап жүргенде 21 мың теңге болды қазақтардың арманы. Көзім тірі айта берем, қолда болса қазақтан. Қазақ деген шаршамайды сынақ пенен азаттан. Елді жеген ес алаңдар орын табар тозақтан. Шын айтамын, қарсы келме, қаһары бар қазаққа. Жан Ахмадиев, заманауи жырау.